Да, салам алейкум. Қалайсың да? Алла күш қуат берсін, біз біргеміз. Рахмет, Жадырапа сәлем бер. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жаңаөзен қаласы. Общий жалпы 170-180 адамды ғой, соның мына жерде бар ғой, 120 тұрған шығар, бір 20 адам жоқ шығар. Күн салқындығы бар ма? Тасысан жаңбыр жауғаннан кейін ба кішкене. Жоқ, алмай-ақ қой. Тұра берсін. Жоқ, аларым оны. Асықпай-ақ қой тұрды ой. Жұмыс жоқ, бәрі көрерміз. Жайна Нұрсұлтан, жөне тұр. Бізге заң шығарды ғой енді. Құқығымызды қорғау үшін конституция шығарды. Соған қарай талап басай жұмыс орнын, тұрақты жұмыс. Не үшін онда ол заң шықты? Биліктің бір бастауы халық қой, артында тұрған. Халық болмаса билік қайдан құрылады? Мысалы, қарапайым халық не болып жатқанын түсіндіру үшін промоутер ғой. Бәріміз Кезбейдің жігітіміз өші жүрген. Бәріміз Кезбейден сол айқаймен шығып, заң талап сұрап, Берәли дейді мекемеге барып жасап іргетасын көтерің, ары қарай дальше бәрі ләлә, шоколад болады деп соның іргетасын көтергенбіз. Артынан-андай болып көтерін қайдан білейік оны. Қайтадан бір мекеме ұсынады іргетасын құрың деп. Ол тағы оның іргетасын көтересің, сосын тағы басқа тоғы болады, тағы сол. Тоғы болған сондай болады да, бір жыл жұмыс жасайды, ана тоға барың дейді, ана тоғын көркейтесің. Ана отып алды дейді, сол қаңғып жүрген. Еңбекке сай бұл керек та, жұмыс орындары берген ұсынып отырған мекемесі. ИП ұтып алады ғой тендерді, сол тендерге сай то дейтін сай емес та. Подъемниктер жылына қарай сай емес. Техстраховойдан бәрі 2018-14 бұл өтеді, ар жағы 2004-95 жылғы техникалар. Адам өміріне қауіп төнеді.